Менің көзімше қанша рет дәрі ішті. Белгілі заңгер марқұм Арман Дүйсеновтың отбасына көмектесетінін мәлімдеді. Белгілі заңгер Мейірман Шекеев марқұм Арман Дүйсеновтың отбасына құқықтық қолдау көрсететінін мәлімдеді. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Арман Дүйсеновтың жұбайы Айсұлу ханымның басына салғанын ешкімге салмасын. Әуелі жолдасы Арманның, одан кейін баласы Абылайдың қазасы, енді міне сот қалған отбасы мүшелерін үйден шығару туралы шешімде шығарған. Маған ұсынылған құжаттарды зерделей отырып, бұл істің көлеңке жақтары өте көп екенін аңғардым. Бір отбасына соншама ауыртпашылықтың бірден төнуі әрине қиын жағдай. Мұндай кезде кешегі жақындары алыстап, қиындықпен көп жағдайда жалғыз қалатыны рас. Десе де, Айсұлу ханымды қарапайым халық жалғыз қалдырмайық. Қарап отырсам, жүйкесі жұқарып, денсаулығы да сыр берген. Менің көзімше қанша рет дәрі ішті. Жалғыздың үні шықпас. Осы бағытта атқаратын ісімізге сіздердің қолдауларыңыз ауадай қажет. Ерім деген ел болмаса, елім деген ер болмас. Кезінде Шерзаттың ісінде өнер адамдары, блогерлер қайғылы оқиғаны көтеруден қашқақтап, шет қалғандары естеріңізде шығар. Қарапайым халық челлендж жасап, біразынан отписка жасағанда болатын. Таныс әншіден сұрағанымда, бізді жинап алып, тыныш отырыңдар деген соң, отырдық деп жауап бергені бар еді, деп жазды заңгер. Арман Дүйсенов ағамыздың қазасынан кейін, оның жанұясы бірінен соң бірі ауыр сынаққа тап болып жатқаны бәріміздің жүрегімізге ауыр тиіп отыр. Заңгер ағамыз Мейірман Шекеевтің бұл іске назар аударып, құқықтық көмек көрсетуге дайын болуы қоғамда әлде болса әділдік пен жанашырлық бар екенін көрсетеді. Құжаттарды қарап, көлеңкелі тұстары көп дегені де істің жай ғана тұрмыстық дау емес, тереңірек зерттеуді қажет ететін жағдай екенін аңғартады. Айсұлудың денсаулығы сыр беріп, жүйкесінің қатты шаршағаны түсінікті жағдай. Осындай мезетте қарапайым халықтың қолдау білдіруі, жалғыз қалдырмауы өте маңызды. Өйткені қайғы үстінде әрбір жылы сөз, әрбір жанашыр әрекет үлкен күш береді. Заңгердің жалғыздың үні шықпас дегені де бекер емес. Қоғамның осындай мәселелерге үн қосуы әділдіктің орнауына ықпал етеді. Бірақ бұл жерде дауға дем беру емес, керісінше мәселенің заңды жолмен ашық әрі әділ шешілуін қолдау басты міндет. Ең маңыздысы, қайғы үстіндегі отбасына түсіністік танытып, адамгершілік тұрғысынан қолдау көрсету.